Сәлеметсіңдер ме оқушылар, біздің бүгінгі тақырыбымыз сүйіспеншілік, өмір негізі. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Ертеде егіншілікпен айналысатын Мәди мен Мейір деген екі бауыр өмір сүріпті. Үлкені Мәди үйленген, балалы шағалы болса, кішісі Мейір бойдақ екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде Мейір: "Мен осы не істеп жүрмін? Ағам болса жанұялы, балалар көп, ал мен жалғызбын. Ішіп жемме көп кетпейді. Онымен өнімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой" деп, сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп, ағасының қоймасына білдірмей төгіп кетеді. Осы әдет бірнеше күнге жалғасады. Осы күндері Мәди де інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. "Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйеу болар әйеліммен жәрдемдесетін балаларым бар, ал інім жалғыз. Оған болашағын реттеп жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе" деп, ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәннен таси бастайды. Осы сарынмен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз қоймаларындағы дәннің ортaya қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де өз қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алған күйі құшақтаса кетеді. Кеңпейілдік деген бұл өмірде хош иісті әтірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде де жағымды иісінен ажырамай тұрады. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар, оқушылар, келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: сенің ойыңша сүйіспеншілік деген не? Екінші сұрақ: Мәди мен Мейір оқиғасынан қандай ғибрат алдың? Үшінші сұрақ: сүйіспеншілік адамдардың арасын жақындатады дегенге сенесің бе? Сұрақтарға толық жауап беріп болсаңыз, оқу тапсырмасын орындаңыз. Сүйіспеншілік сөзіне сөз жұмбақ құрастырыңыз. Сұрақтар осы кезге дейін өтілген тақырыптардан алынуы тиіс.